Мына депутатымыз қашып мына сұраққа жауап бермеген сұраққа мен жауап беремін. Сонына дейін тыңдаңыз. Неге кәсіпкерлер парламентке келуге депутат болуға ұмтылады? Кімді айтып отырсыз? Көп қой әріптестеріңіз, өзіңіз Кім? бар. Неге ойлайсыз? Неге ұмтылмау керек? Жоқ, Неге ұмтылмау керек? Неге басқалар ұмтылу керек? Неге мемлекеттік қызметкерлер ұмтылу керек? Неге кәсіпкер сіз неге өйтіп бересіз? жоқ, сізден сұрап тұрмын. Мен Неге сіз мен депутат сізге болғыңыз келді? қарсы сұрақ қойып отырмын. Неге ол кәсіпкерлер адам Мен баласы кәсіпкер емес емеспін ғой, депутат емеспін Жоқ, ғой. неге Сіз онда- кәсіпкерсіз, Жақсы, депутат, сондықтан сұрап жақсы. тұрмын. Мен сізге сұрап отырмын. Неге журналистер, сіз журналистсіз ғой? Иә, журналистер жетеді, 7-8 Неге журналист олар бар. ұмтылады? Неге кәсіпкерлер Неге көп? журналистер ұмтылады? Жоқ, сіздің біз журналистер мысалы. Мен сізге сұрақ қойып Иә. отырмын. Неге сіз бөлесіз? Это же Неге бөлмеу неге керек? дискриминация жасайсыз? Жоқ, Сонда не ол кәсіпкер басқа азаматта, журналист басқа азаматта? Бизнес Сіз сөзіңізге- бизнес иелері неге парламентке келгісі Неге келеді, неге журналистер депутат болғысы парламентке келеді? келеді? Мен келген жоқпын. Оны Сіздің мына әріптестеріңіз жердегі- 7-8-де отыр. сол әріптестерден Содан сұрайсыз. сұраңыз, содан. Жоқ, неге асығып кеттіңіз? Ренжімеңіз. Жоқ, дискриминация емес. Неге ренжисіз? Ол ренжитін сұрақ емес қой. Жоқ, ренжитін сұрақ емес қой. Мен ойлаймын, бұндай депутаттардың не керегі бар? Бүкіл мынау қойған кезде сұрақты халық атынан қояды мынау журналистер. Иә, неге депутаттар дегенде мынау бизнесте жүрген адамдар, салада латифундист болсын, кім болсын, ақшасы көп адамдар осы парламентке қарата жүгіре бастайды дейді. Өйткені олар өздерінің мүлкілерін сақтап қалуға, заңды ма заңды емес па алған нәрселерін, өйткені оларда неприкосновенность болады, депутатский мандат болады. Әбден күлкі қылып болды. Біреуі ертектермен шықты, неше түрлі айтатындарын бәрі көбісі жай ғана популистский әңгімелер деймді осы депутаттарда. Неге қарапайым халықты ойламайды? Мінеки қазір мен жай айтқанда қара халықтың арасынан білімді адамдар, осы саясатқа араласатын белсенді адамдарды таңдау керек. Жай емес. Бизнесте жүргендер әрине олар қазір заңды да қабылдайды. Бизнестерімізді бизнеспен айналысуға болады деген секілді. Ол конкретно беспредел болады. Мен сіздерге айтайын. Сіздердің ойларыңыз не? Олар мынау жаңағы сұраққа ол айдан ашық. Өздерінің мүлкілерін сақтап қалу үшін ғана болды. Өйткені рычаг болады бүкіл жерде.